Баршаңызға сәлем, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін мен сіздерге кішкентай кезімнен сүйіп жейтін анамның рецепті бойынша жасалатын асқабақтан пирог, немесе анамыз оны ксенан деп атайтын пирог жасап көрсететін боламын. Пирогты жасау үшін ең алдымен ұннан қамыр илейміз. Бізге ұн, дрож, тұз, қант, жұмыртқа және жылы су мен жылы сүт керек. Барлығын араластырып қамыр илеп, 1 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше пирогымыздың салмасын дайындаймын. Мен ет пен майды ең алдымен турап алдым. Кейін асқабақты, картопты жуаны тураймыз және күрішті жуып дайындап қойдым. Пирогтың салмасының барлығын турап дайындап қойдым. Енді асқабақтың бір бөлігін турап, оны бөлек ыдысқа салып қоямын. Барлық қоспаның барлығын бір ыдысқа салып, тұз бұрышын дәміне қарай қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Оның жарты бір бөлігін противенің үстін майлап, қамырды жаямыз. Қамырымыздың үстіне видеодағыдай жаңағы туралған салмамызды саламыз. Кейін үстіне асқабақпен жауып шығамыз. Қамырдың екінші бөлігін жаңағы салманың үстіне жабамыз және айналасын тегістеп бір-біріне жабыстырамыз. Айналасын жақсылап жабыстырып, қамырдың ортасын жайлап кесеміз және духовкада 170 градуста 1 сағат немесе 1 сағат 15 минут көлемінде пісіреміз. Мінекей, осылай пирогымыз дайын болды. Өз қалауыңызша кесіп, отбасыңызға ұсынсаңыз болады.